Сәлем бәріне, құрметті қазағым. Бүгінгі ролик Хуторский ОПГ жайлы, Хасан, қаншерлер жайлы болады. Бұның алдындағы видеоларына көп комментарийлер түсіп жатыр, жұрттар сұрап жатыр, кім деп. Кейбіреулер сен солардың сөзін сөйлеп жатсың дейді. Хасан сені біреу қорқытты дейді, біреу сатып алды дейді. Енді полиция жағынан, басқа жақтан да нақты мәлімет жоқ болғаннан кейін, мен сіздерге кішкене өзім білетімді, өзім көргенімді, сұрастырғанымды, кішкене жұмыс жүргіздік, адамдармен сөйлестік, былайша да ақпарат жинадық, интернетте де, басқа ресурстарына, егов, соның бәрін ресурстарына информация жинап, бір-екі адамдармен теманы білетін, вообще жалпы не болып жатқанын білетін адамдармен де сөйлестік, өзімізде кішкене неміз хабарымыз бар. Сондықтан енді конкретно кеттік. ОПГ Хуторский. ОПГ негізі Хуторский деген ОПГ болған. 2010-дарда мынау Харгос, сол кезде контрабанда қайнап жатқан кезде, сол жақта бір-екі серьезный адамдар бар болған. Қазір олар ол жерде жоқ, тікелей сол жерде басқарып жатқан адамдар ол жоқ. Біреу өліп кетті, біреу отыр, біреу вообще іздеуде. Сондықтан сол кезде сол группировка сол жерде, ол кезде прям анық Хуторский деп айтпайтын еді, олар тыныш жұмысын істеген, бірақ ондай группировка болған. Кәдімгі ОПГ тірлік істеген. Олар Харгосский тірліктерден кейін, анау убийство, біраз тергеулер болғаннан кейін, олар негіз шашылып кетті. Енді мыналар кеше Шерзатты өлтірген қанішерлер, олар ешқандай ОПГ емес, олар прям организованный, серьезный банда емес. Олар жай отморозоктар, торпедалар деп айтады оларды. Оларға просто фас дейді, беретін қолдарына берет, анан істейсің дейді, соны істейтін балдар олар. Кәдімгі отморозоктар, милары жоқ, бір жанашу деген жоқ, түрмеден қорқу деген жоқ оларда, таза отморозоктар. Торпеда деп айтады ғой солар. Хасанмен әрине связь бар, олар байланыста. Хасан өйткені олар бірақ тікелей ол барып Шерзатты өлтірдіңдер, там ана магазинді отметкаға қойыңдар, там доля деген, оның бәрі өтірік. Ол кішкентай ғана магазин, ондай магазиндерді қазір ешкім там отметкаға қоймайды, оның пайдасы да сол бір семьяны арен асырап жүрген пайдасы сондай ғана, одан бірдеңе аламайсың да. Кейбір кезде бар, бір-екі, может, ана отморозоктар бір-екі пиваларды алып, төлемей кеткен күндері бар шығар, қорқытып, там, ертең берем, анау деп, әкесі сонымен не связываться деп, может, беріп жібереді. Только сондай уровень ғой. Или кафеде ішіп жеп, шум көтеріп, егесе қойшы мыналармен лишний проблема болады деп, сондай қоя сал деген сондай. Вот сондай примерно уровень көшеде жүрген отморозоктар. Бірақ оларды біреулер соның алдында қылмыстар болды, олар біреулерді ұрды, өлтірді, жарақат нетті, бәрін, короче, көшеде ішет, төбелесет. Только сол отморозоктың өмірі сол. Ол ертең не болады, там күрмегі қалмайды ғой, әке-шешем жылайды ғой деп, ондай нәрсені ойламайды. Ішет, вариант шығып қалады, или біреу фас дейді, или өздері біреу тиісет, или тиіскендей болып көрінеді. Короче, бұл жолда сондай болған. Старшактары Шерзаттан таяқ жеген, сөйтіп бұларға ішіп атқан, бұларға звондаған, жандырып айтқан, там, мына какой-то қарақалпақтар мені ұрды, мұрын мына жақта әкесі шығып пышақпен қорқытып жатыр деген, и олар келген, тем более қыздар қарап жатыр, қыздардың алдында өздерін көрсетем деген, сөйтіп олар сондай іс болып қалды. Тоқтай алмаған, крышалары кеткен. Енді оларда ми жоқ па, айтып жатыр, ми жоқ, жүрек, там, жан ашу деген адамға ондай нәрселер мүлдем жоқ. Әсіресе Нұрғияс, Абзалдарда олар сол. Енді не айтамыз, ОПГ сондай болған, басқарған оны жоғарыда отырған адамдар басқарған, сол районның несі, руководствосы, полицияда таныстар болған, прокуратурада таныстар болған. Ол істер қазір бәрі қозғалып жатыр. Соның несі, доказательствосы, прокурор, областың прокурор замы кетті, Талғардың прокуроры кетті.
кейбіреулер сұрайды, причем тут областной зам прокурор, неге прокурор кетпеді деп дегенде, областной зам прокурор Саян деген жігіт, ол сол 2009-дан 2012-ге дейін Талгардың прокуроры болған. Сол кезде ең ОПГ қайнап жүрген кезде, серьезный тірліктер істеп жүрген кезде, сол кезде прокурор болған. Сонымен прямой связьдар бар деп, оны жұмыстан шығарды. Және мынау солар көтерілмесін деп, қазір соған тікелей араласпасын деп, оны жұмыстан шығарды. Мен ойлаймын, оған ол тірліктердің бәрін көтеріп, оған бөлек тергеу ашып, скорее всего, или КНБ, или антикор, или служба внутренней безопасности, сол службалардың біреуі сол тергеуді бастайды. Ескі тірліктерді көтеру мүмкін. Енді тағы да не дейміз, отморозок қазіргі жағдайда Талгарда адамдар бар. Хасанның ағасы, омен байланысты адамдар, әкімшілікте істейтін. Олар примерно система былай. Олар ешкімді өздерінің қолымен ешкімді өлтірмейді. Қазір ондай заман емес. Олар қағазбен, заңмен, подставамен тірліктер істейді. Бірақ бұл тірліктер бір адамға қадалып қалса, мысалы үшін полицияға барады, полиция қайтарып жібереді оны. Істі ашпаймыз, тергеуді ашпаймыз дейді. Прокурорға барады, прокурор қайтарып жібереді. Сонымен ол қоймайды, там президентке хат жазады, журналистер шақырады, блогерлар. Сондай кезде уже мына қоймады ғой дегенде, сол кезде мына Нұрғиястарға звондайды, барып келші надо. Олар барады, үй өртейді, ұрады, өлтіреді, сындырады, қорқытады. Сондай кезде бұлар керек. Солар постоянно қолдың астына жүрсін деп, бұларды сол постоянно отмазывать етеді. Адам өлтірсе де, пышақтаса да, ұрса да бұларды қамамай, бұлар оларға керек. Полицейскийлерге де керек. Соны істеп жүрген, енді қалай айтсақ, бұлай өздерінің жемқорлар нелер, өздерінің ОПГ сияқты, олар өздері бір-бірімен байланыстар бар. Соларға когда уже басқа тірліктер қалмайды, заммен немен істей алмаған кезде, адам мысалы үшін тіреліп тұрған кезде, олардың жертвалары да, былай айтсақ, соған неткен кезде осыларды жібереді. Осы торпедалар солар керек. Хасан олармен әрине тағы да айтам, связі бар, бірақ именно мына жерге өлтір деп жіберген жоқ. Ол кәсіпкер, қазір өздерің білесіңдер, бизнес бірдеңе істеген кезде бұндай балдар постоянно керек. Конкуренттер бар, басқа нәрселер бар. Сондай кезде ол да осыларға обращаться етеді, звондайды, келіңдер, мынау мешать етіп жатыр, анау істеп жатыр, мына істеп жатыр деп, сондай жігіттер постоянно оған поддержка керек болады. Сол үшін бұл да оларға, скорее всего, ақшалайды, былай жұмыс кейбір кезде беріп тұрады, нормальный жұмыстар. А так постоянно хабарда болыңдар, связьда болыңдар деп сондай ұстап отырады. Бір проблема болып қалған кезде, біреумен ерегіс, біреумен там какой-то разборка болған кезде осыларды шақырады, отморозоктарды шақырады. И бұларға бірдеңе керек кезде, ақша керек кезде, какой-то бір проблеманы шешу керек болған кезде, бұлар бір-біріне осылай обращаться етеді. Бір ауылдан болғаннан кейін бір-бірін прекрасно таниды олар. Хасан оларды вообще мүлдем танымаймын деген ол өтірік. Ол да, інісі де, бәрі солардың бір-бірімен араласып нетіп жүрген. Бірақ тікелей именно мынау адам өлтіруге, мына Шерзатты өлтіруге Хасанның қатысы жоқ деп ойлаймын, ол да ақмақ емес. Бұлар просто тупо отморозоктар. Анау бірінші Шерзаттан таяқ жеген кісі осыларға звондаған. Сондай момент болып қалған, оларды ішіп мас болып жатқан. Бұл да бар, конкретно керосин еткен звондап, мыналар қоймай жатыр, бір жақсы бір сөздерді айтқан. Олардың қандары қайнап келгенде, и ми жоқ, не жанашу, адамгершілік жоқ болғаннан кейін, сондай қанішер хайуандар болғаннан кейін осындай тірлік болып қалды. Сол қысқа айттым. Енді бұдан толық сөйлесіп аламыз десеңдер, енді құда қаласа менің мынау каналымда күніге сағат 8-9-дарда стримдер жүреді, кәдімгі прямой эфир жүреді, сөйлесіп отырамыз. Былай может көреміз, мен істей алсам, мен онша ол нәрселерді түсінбеймін. Былай бетпе-бет сөйлесеміз, кейбіреулер болмаса, сұрақтар болса жазып отырасыңдар, бәріне жауап берем. Құда қаласа толық орысша болса орысша, қазақша болса қазақша, маған разница жоқ. Өзбекше ham gapira beraman. Сондай
бұл жерде енді роликті бәрін сыйғыза алмайсың, бәрін айта алмайсың. Сол сұрақтар, өздерің мазалап жатқан сұрақтарды қоясыңдар, мен қолымнан келгенше жауап беремін. Өзім ойларымды, өзім пікірлерімді бір-бірімен бөлісіп, сөйлесіп, осы жағдайды обсуждать етіп. Басқа да жағдайлар болады, басқа тақырыптар, басқа темалар да болады. Оның бәрін Құда қаласа сөйлесіп, әңгімелесіп, кешке анау сайқы мазақтарды азаннан кешке дейін көре бермей, тиктокта кішкене серьезный, елімізде не болып жатыр, айналамызда не болып жатыр, сондай тақырыптарды көтеріп сөйлесіп отырамыз. Сол кезде қазақ кішкене бірігіп, общий бір идеялар болады, общий бір направлениялар болады, жолдар, бір-біріміз жолдарды көрсетіп, может бір жақсы істер может шешіледі соның арасында. Сол сағат 8-де 9-да сол шамаларда 1 сағат 1,5 сағат күніне жүреді. Жақсы сұрақтарға Құдай қаласа приздар да болады, сыйлықтар да болады. Сол естерінде болсын, сол 8-9-да қарап отырыңдар. Тағы да бір видео шығарамын, сол стрим болады деген, или бір хабар, подписка жасап олыңдар, подписчиктерге бір хабар, по-моему, келеді, осындай стримді бастады деп. Любой сұрақтар, ана боқтайтындар, мен сатқым дейтіндер, бәрін келіңдер, эфирге айтыңдар. Мен қолымнан келгенше, мен сатқын емес екенмін, там сатылған емес екенмін, қолымнан келгенше дәлелдеп беремін. Түсінетін адам түсін, бірақ көп адам и так түсініп жатыр, не мақсатпен, мен сөзім мағынасын, несін бәрін түсініп жатыр. Кейбіреулер енді бір кішкене поверхностно бүйтіп үстін ғана көріп тұрғандар, ана құлақтарын ғана көріп тұрғандар енді сөйтіп көрінетін де шығар. Оның бәрін сөйлесеміз, неге өйтіп ойлап қалдыңдар? Ол ана видеоның астына комменттің бәріне сыймайды, былай эфирде сөйлесуге болады. Сол күтеміз, қарап отырыңдар. Ана видеоны да кішкене тарқатып жіберіңдер, кімге қызық, кімге мына мәліметтер қызық, соны толық ол эфирде айтамыз. Болмаса бөлек тағы да видео шығарамыз.